Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Игілікұлы Қилыбайға мұнайшы кенті жұмыссыз азаматтар атынан үндеу. Бүгін 27.05.2025 жыл Қарақия ауданы мұнайшы кенті жұмыссыз азаматтары сізге төмендегідей үндеу жолдаймыз. Бүгін мұнайшы кенті жұмыссыз азаматтары Қарақия ауданы Манса орталығынан бөлініп жатырған бос жұмыс орындарына наразылығымызды білдіреміз. Себебі Қарақия ауданы мұнайшы кенті бойынша 2025 жыл ішінде бөлінген 9-10 шақты жұмыс орындарына мардымсыз. Яғни мұнайшы кенті жұмыссыз азаматтар санын азайтпайды. Керісінше ауыл ішінде өзара түсініспеушілік және қылмысқа апарары анық. Сол себепті де Нұрдәулет Игілікұлы сізден осы мекемелерден бөлінетін бос жұмыс орындарының әділ түрде бөлінуін бақылауыңызда ұстауыңызды сұраймыз. Қарақия ауданы Жетібай ауылында орналасқан мекеме басшыларымен жиналыс өткізіп, жұмыссыз азаматтар санын азайтуды сұраймыз. Нұрдәулет Игілікұлы, осы аталған талаптарымыз орындалмаған жағдайда мұнайшы кенті жұмыссыз азаматтары бейбіт шеруге шығып, президент әкімшілігінен көмек сұрайтынымызды қаперіңізге береміз. Қолдаймыз ба?